Көше сәнін мүлде ұстанбасаңыз да, ол сізді өзі іздеп табатынына сенімді бола аласыз. Шын мәнінде тап осылай Off-White компаниясы туралы айтуға болады. Оның тарихы басталғанына көп болған жоқ. Бірақ бұл брендтің өнімдері бүкіл әлемді тез жаулап алды. Virgil Abloh есімді адам әдеттегідей емес, дәлірек айтсақ, ескі Polo Ralph Lauren топтамаларын қайта сату арқылы болды. Оның элементтеріне ол өзінің логотипін жапсырды. Мұның бәрі оған жақын арада өз брендін шығаруға мүмкіндік берді. Және оны жылжыту үшін ол Vogue журналы мен сән көрсетілімдерін емес, бізге ең қарапайым және таныс Instagram'ды таңдады. Off-White компаниясының негізін қалаушы Virgil Abloh 1980 жылы Чикагоның шетінде Ганнадан келген иммигранттар отбасында дүниеге келген. Анасы қарапайым тігінші болып жұмыс істеген. Әкесі менеджер болды. Жігіттің киімге және матаға деген сүйіспеншілігі қайдан пайда болғанын болжау қиын емес болар. Бірақ бастапқыда оның сән және жылтыр әлемде мансап құру ниеті болған жоқ. Virgil миллиондаған американдық жас өспірімдер сияқты рэп пен спорт туралы ғана ойда болды. 80-ші жылдары қала шетінде дүниеге келген қара торы жігітке басқа не қалды деп ойлайсыз? Көше мәдениеті жастардың өміріне өте тез енді емес пе? Abloh теледидардан Майкл Джорданның ойынын аузы ашылып көретін. Ал кешке ол скейтбордын алып, Рокфордтың шулы көшелерін аралайтын. Бірақ баланың өміріндегі маңызды және бетбұрыс сәті ол 6-шы сыныпта сурет салудың көше өнерімен танысуы еді. Бұл өнер граффити деп аталды. Ішіндегі отты тұтандырып, өзін-өзі танытудың жолы осы болды. Көп ұзамай жігіт пен оның достары кез келген нәрсені, кез келген жерде сурет сала бастады. Бір күні кешке олар сол кезде өздеріне идеал болып көрінген кроссовкаларды неге салмасқа деп ойлады. Алғашқы эскиз дайын болған соң, жігіттер тіпті оны Nike компаниясына жіберді. Сірә олар оған күлді де, және оны ешкім тікелей эфирде көрмеді. Қалай болғанда да, сол кезден бастап Virgil іштей жаңа нәрсе жасау екенін анық түсінді. Кейінірек сұхбаттардың бірінде жігіт өмір бойы бірдеңе жасағысы келетінін айтты. Бұл мүлдем киім болуы міндетті емес. Не болса да, тек ойынан шығып, жанына рахат сыйласа болды. Мектептен кейін жігіт Висконсин университетін бітірді. Чикагоға оралғаннан кейін Иллинойс технологиялық институтын да тамамдап, құрылысшы және сәулетші мамандығын алады. Ол бұл салада өзін ешқашан жүзеге асыра алмайды. Себебі ол өзін сәулетші ретінде көрмеген. Институтта профессор 3D модельді компьютерлік бағдарламасымен таныстырғанда, ол оны футболкалар мен киімдерді модельдеу үшін пайдаланады. Ол сол кездегі сән бутиктерінен жиі шабыт алатын. Тіпті Нью-Йоркке жиі баратын, тек дүкен аралау үшін. Әрине, оның қымбат заттар алуға ақшасы болмады. Ең бастысы, ол киімді көзімен көріп, қолмен ұстайтын. Сондықтан көп ұзамай ол бұл саланы жақсы түсіне бастады. Біраз уақыттан кейін жігіт өзінің жеке блогын жүргізеді. Онда ол өзінің бақылауларымен жай ғана өз пікірлерімен бөлісті. Блог бірте-бірте танымал болды. Және көп ұзамай Virgil өзінің жеке брендін жасауға дайын екенін және мүмкін екенін түсінді. Осымен қатар, оқуды бітіргеннен кейін Virgil тағы бірнеше жыл бойы әртүрлі жұмыстарды аралап, тағы да бір ізденіс үстінде болды. Тіпті іздегеніне жақын қалғандай сезімде болды. Ол сонымен қатар DJ болып, қоғамдық шараларды ұйымдастыруға көмектесті. Алайда, оның өміріндегі елеулі өзгерістер 2009 жылы орын алды. Abloh итальяндық Fendi сән үйінде стажер болған кезде, ол сән индустриясында барын салуға тырысты. Және мүмкіндігінше сұраныстар жіберуді тоқтатпады. Көптеген бас тартулардан кейін, ол ақыры тағылымдамадан өтуші ретінде жұмысқа қабылданды. Ablohның қуанышы қойнына сыймайды. Алайда, тағдыр оған тағы бір тосын сый дайындағанын ол тіпті де сезбейді. Мәселе сол кезде рэпер Kanye West Fendi'ден тағылымдамадан өткенде еді. Командада Virgil де онымен бірге болды.
Римдегі Фенди кеңесінде өте тез арада Абло мен Канье шығармашылық жобаларда бірлесіп жұмыс істей бастады. Олар тіпті дос болды. Бір жылдан кейін Уэст Вирджилді өзінің жарнамалық агенттігінің креатив директоры етіп тағайындады. Шындығында ол бір жылдың ішінде Чикаго маңындағы белгісіз бала әйгілі Рейдердің жақын серігіне айналды. Бірақ мұндай мүмкіндік алу жеткіліксіз болды. Оған лайық екенін іс жүзінде дәлелдеу керек еді. Вирджил өзінің барлық міндеттерін тамаша орындады. 2011 жылы Уэст альбомы Джези мен Канье Уэсттің алдағы бірлескен альбомның арт-директоры қызметіне тағайындады. Енді біздің кейіпкеріміздің байланыстары көп болды және өз ісін бастауға қаржылық мүмкіндігі туындады. Ол бұған жету үшін 32 жыл еңбек еткен болатын. Ал 2012 жылы Вирджил өзінің Pyrex Vision деп аталатын алғашқы компаниясын тіркеді. Бұл көшедегі киімдердің шағын бутигі болатын. Ең қызығы, ол ештеңе тікпеген. Зерделі бизнесмен Пол Ральф Лаурен брендінің ескі топтамаларынан киім сатып алды. Бар болғаны $40. Содан кейін ол оған өзінің жеке суреттерін салып, оның біреуін $550 дейін сатты. Бірақ көп ұзамай Абло компаниясын жауып тастады. Өйткені оның мақсаты коммерциялық табысты кәсіпорын құру емес еді. Тек көркем эксперимент жасап көргісі келген болатын. Мен үшін не істеп жатқаным туралы пікір алу маңызды болды. Менің аудиторияме қаншалықты ұнайды. Ең қызығы, олар менің өнімімді осы ақшаға сатып алуға дайын болды, деп ағынан жарылды бірде Вирджил. Сонымен қатар болашақ дизайнер Канье Уэсттің жобаларында да жұмыс істеді. Оның бастамасымен атақты әртістің аты жазылған футболкалар, қалпақтар, төсбелгілер пайда болды. Мұның бәрі Вирджилдің қолынан шыққан істер болды. Кейін Уэсттің өзі осылай деп ағынан жарылды. Вирджил мен үшін мені барлық жағынан толықтыратын адам болды, деді ол. Расында да ол шоудың киіміне ғана жауап бермей, тіпті музыкасын жазуға да қатысты. Бұл нағыз мықты дуэт болды. Дегенмен 2012 жылы Вирджилге қиын шешім қабылдауға тура келді. Канье Уэсттен жеке шыққысы келді. Бұлайша қарағанда абсурд дерсіз. Ақшасы көп адамның жанына неге кету керек деген сауал туындауы мүмкін. Бірақ кейіпкеріміз дизайнер болуды армандап, осындай тәуекелді қадамға баруға бел буды. Міне достар, осылайша 2013 жылы Off-White деп аталатын әйгілі компания пайда болды. Ақ түсті жасау кезінде мен жоғары сән мен көше киімінің арасындағы диалог туралы айтқым келді. Бренд атауы ақ пен қара арасындағы сұр ортаны білдіреді. Бұл жоғары сән мен көше киімнің қоспасын жасайды. Дизайнер 2012 жылғы күзгі қысқы топтамадағы Balenciaga испандық үйінің сфинкс бейнесі және Join a Wear Tribe жазуы бар футболкадан шабыттанды. Ал бұның айтуынша, жоғарғы сән белгісі бар бұл көше киімнің тамаша үлгісі болды. Бір қызығы, кәсіпкер Клаудио Антониоли жас дизайнерді Пол Ральф Лауренге принт жасап жүргенде де байқаған. Вирджилдің атақты рэпер компаниясынан кеткенін білген соң, оны Марселло Берлон үлгісіндегі дизайн мен бренд жасауға шақырды. Таң қалдырғаны, Албо ол ұсыныстан бас тартты және Off-White туралы өз идеясын ұсынды. 2013 жылдың желтоқсанда Антониоли, Абло, дизайнер Марселло Бурлон және кәсіпкер Дэвид Дежильо, New Guards Group NGG холдингінің негізін қалады. Олар Аблоға бренд құруға және итальяндық фабрикаларында киім тігуге көмектесуді ұсынды. Болашақ пайданың 50%-на айырбас ретінде іс тез айналымға түсті. Содан бері жаңа компания Off-White брендіндегі киімдерді өндіру және таратумен айналысуда. Бұған қоса жас дизайнерлерге көмектеседі. Off-White'тен басқа NGG құрамына Херем Пестон, Марселло Бурлон және әйгілі Palm Angel кіреді. Өзінің бір сұхбатында Антониоли NGG мен White арасындағы келісім 25 жылға жасалғанын айтты. Ал келісім бойынша Off-White киімін жасау мен басқаруға Вирджилден басқа ешкім араласа алмайды.
Содан бері білмейтіндер үшін Off-White компаниясының барлық өндірісі мен бас кеңесі тек Италияда орналасқандығын айтқанымыз артық болмас. Менің бастапқы идеям Европаға американдық рух пен Нью-Йорк өмір салтын әкелу болды. Италияда жасалған американдық эстетика бар топтама сән тұрғысынан ең жақсы өнім. Жер бетінде қолдан жасалған бөлшектері бар, тапсырыс бойынша жасалған күртеше болатын басқа жер жоқ. Менің сүйікті жеткізушілерім шағын итальяндық компаниялар. Мұнда бәрі жоғарғы сапалы және сүйіспеншілікпен жасалды, деді Вирджил. Алғашқы Off-White ерлердің топтамасына шорт пен жейделер, футболкалар, рюкзактар мен сөмкелер, капюшондар мен геометриялық өрнектері бар курткалар кірді. 2014 жылы бренд әйелдер киімінің желісін шығарды. Ол Париждегі сән апталығы болатын. Атақты әнші Бейонс бейнебаянның бірінде Off-White күртешесін киіп шыққан кезде киімнің желісі танымал болып қана қоймай, бірден сөрелерден сатылып кетті. 2015 жылы коллекция Louis Vuitton, Moet Enchanted, Hennessy және бірнеше басқа брендтерді біріктіретін француз холдингі LVMH сыйлығының финалисті болды. Алдымен Off-White киімдері американдық Barnes Нью-Йорк желісінде және француздық Colette бутигінде сатылды. ақш-тағы алғашқы Off-White дүкені 2016 жылдың жазында ашылды. Сол жылы Абло Токиодағы алғашқы Off-White концепті дүкенін ашты. Әрбір Off-White дүкенінің өз ерекшелігі бар. Мысалы, Гонконгтағы дүкендердің бірін Абло өзі жасаған. Бұл 2 қабатты, едені мен қабырғалары бетон. Торонто дүкенінің дизайны шөлден шабыттандырылған. Ішінде нағыз құм құйылған. 2017 жылы Off-White дүкендері Гонконг, Нью-Йорк, Торонто және Сеулде пайда болды. Сол жылдың желтоқсанында Off-White Лондондағы Fashion Awards салтанатында Supreme мен Мартина Россты басып озды. Үздік қалалық сәнді бренд атағын жеңіп алды. Әр қалада әртүрлі сатып алады. Мен брендке Макдоналдс сияқты қарауды ұнатпаймын. Мұнда әр елдегі орындар бірдей көрінеді. Менің ойымша, әрбір Off-White дүкенінде қаламен байланысты тұжырымдама болуы керек, деді Вирджил. 2018 жылы Off-White Канадада екінші дүкенін ашты. Компания өзінің географиясын кеңейтуді жалғастырды. Сол жылдың жазында Манилада брендтік дүкен ашылды. 2019 жылдың қыркүйегінде Сингапурда. 2019 жылдың соңында Абло 2020 жылы Майамиде тағы бір орын ашатынын жариялады. Абло өзінің киім үлгілерінде қоғамнан және әлеуметтік нормалардан алшақтауды білдіру үшін тырнақшаны жиі қолданады. Әртүрлі уақытта бренд черное платье деген жазуы бар қара көйлек, шнурки деген жазуы бар шілтелер және шарф деген жазуы бар шарф шығарды. Бұлай қарасаң, ақмақтық сияқты болып көріну мүмкін. Бірақ мұның бәрі брендке тек аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік берді. Мысалы, бүгінде Off-White киімдерін атақты адамдардан да, қолдарында скейтборд ұстаған жас өспірімдерден де көруге болады. 2018 жылы Vox баспасы Off-White танымалдылығының себептерін зерттей келе, көлемді материал жариялады. Журналистер Албоның атақты адамдарымен қарым-қатынасы брендті танымал етті. Өйткені олар дизайнердің киімін киіп, көпшіліктің алдында көрінді деген қорытындыға келді. Сондай-ақ аталған брендтің киімдерін модель Наоми Кэмпбелл, әншілерден Рианна мен Бейонсе, актрисалардан Сьюзан Сарандон мен Николь Кидман да киеді. Ал Vogue журналының ұзақ уақыт редакторлары Анна Винтур мен Керин Рольферд Аблоқты қызыл кілемде сүйемелдеуде. Бірақ тағы да бәрі қалай басталғанын және ол жігіттің шамамен 12 жыл бұрын қайда болғанын еске түсірсеңіз, ол осындай құрметке лайық деп бәрі айтады деп ойлаймын. Албо Off-White'ты жеке түрде насихаттайды. Ол диджейлік қызмет атқарды. Гарвардта дәрістер оқиды, картиналарын көрсетеді және Evianның шығармашылық кеңесшісі болып жұмыс істейді. Дизайнер Раф Саймонстың айтуынша, Абло ерекше ештеңе жасамайтынына қарамастан, ол сән әлемінде мақұлдау алады. 2017 жылы GQ Аблоқты жыл дизайнері деп атады.
Ал келесі жылы британдық сән кеңесі оған Urban Luxe сыйлығын береді. Сол жылы дизайнер Louis Vuitton компаниясының ерлер киімінің шығармашылық директоры болды. Өзінің дебюттік шоуында оған Kanye West, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Rihanna, A$AP Rocky, Rita Ora және Naomi Campbell қолдау көрсетті. Off-White көбінесе жоғары бағалары үшін сынға ұшырайды. Мысалы, свитердің орташа құны $1000, футболка $200. Сұхбатында Albo Off-White басқа брендтерге қарағанда демократиялық екенін айтады. Сондықтан, егер сіз кенеттен метрода Off-White киімін киген кезекті сәнгер көрсеңіз, жай ғана жымиып, өзіңізге бұл зат қайдан сатып алынды деп сұрақ қойыңыз. Сонда да Albo Off-White бұйымдарының бағасын төмендетіп, кәдімгі коллекциялардан киім ала алмайтын аудиторияға жеткізуге тырысты. Осы мақсатта бренд For All капсула топтамасын шығарды. Оның ішінде $95 $170 дейін футболкалар мен күртешелер болды. Брендтің жанкүйерлері коллекцияны бірнеше күн ішінде сатып алды. Сонымен қатар Albo баға белгілеу кезінде кедендік төлемдерді, жоғары сапалы маталарды сатып алуды және қызметкерлердің жалақысын ескеру қажет деп санайды. Zara мен Uniqlo'ге сізге бағалар туралы айтуына жол бермеңіз. Өйткені бұл сән емес, деді дизайнер бір сұхбатында. 032 арнасына берген сұхбатында Albo брендтің негізгі платформасы сәнде жаңа есімдерді жиі ашатын. Vogue емес, Instagram екенін айтты. Off-White көшелерде және интернет аллеяларында пайда болды, деп бөліседі дизайнер. Әлеуметтік желілермен жұмысты Alboның өзі басқарады. Off-White'тың Instagram'да 10 миллионға жуық жазылушысы бар. Ал дизайнердің жеке аккаунтын 5 миллионнан астам адам бақылайды. Бренд әр дүкен үшін жеке әлеуметтік желі аккаунтын жасайды. Сондай-ақ, брендті алға жылжыту жолдарының бірі танымал брендтермен ынтымақтастық. 2017 жылы Nike Alboны оған аяқ киім топтамасын жасауға шақырды. Олар оны Z10 деп атады. Бастапқы баға бір жұп үшін шамамен $200 құрады. Бірақ атақты адамдар кроссовкаларды көпшілік алдында кие бастағанда, қайталама нарықтағы аяқ киім бағасы 2 есеге өсті. Барлық үлгілердің тез сатылып кеткені сонша, компания қосымша партияны шығаруға мәжбүр болды. Сондай-ақ Levi's Moncler және тіпті IKEA-мен ынтымақтастық орнатылды. Бүгінгі күні Off-White бұл ашық емес компания және оның кірісін жария етпейді. 2018 жылы Leeds іздеу платформасы Off-White'ты ең көп сұранысқа ие сән бренді деп атады. Сол жылы Off-White индексте 33-ші сатыға көтеріліп, Gucci мен Balenciaga'ны басып озды. 2019 жылдың 4-ші тоқсанның соңында Off-White Leeds рейтингінде нөмір 1-ші орынды иеленді. Бейресми ақпаратқа сәйкес, Off-White брендін сатудан түсетін пайда жылына $200 миллион дейін өзгереді. Бұл автоматты түрде Alboны сән әлемдегі ең бай адамдардың біріне айналдырады. Бірақ Virgil Albo сән брендінің дизайнері және иесі ғана емес, сонымен қатар люкс брендтер арасындағы нөмір 1-ші компания Louis Vuitton компаниясының креативті директоры екенінде ұмытпаған жөн. Ол осы компаниядағы екінші адам және осы жаһандық машинаны басқаруға сеніп тапсырылған алғашқы қара жігіт. Бұдан басқа ол диджейлікпен айналысады, сурет салады, дизайн жасайды және тағы да басқа қызығушылықтармен айналысады. Осының барлығын бір ғана адам біріктіреді дегенге сену қиын. Әрине, қазір Virgil Abloh шоу-бизнестегі ең танымал адамдармен достасатын долларлық миллиардер. Бірақ жалпы алғанда, бұл тұлғаның қалыптасу тарихына үңілсеңіз, бір нәрсені есте ұстаған жөн. 12 жыл бұрын ол белгісіз бір тұлға болған. Мұның бәрі оның қажырлы еңбегінің арқасында ғана жүзеге асты. Алдына мақсат қойып, соған қарай ұдайы жылжыған адамды қоғам байқамай қоймайды. Қысқасы, Off-White бренді мен Virgil Abloh туралы қысқаша әңгіме осындай. Сізге видео ұнады деп үміттенемін. Солай болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыз. Ал сіз осы брендтің киімін киіп көрдіңіз бе? Жалпы, сіз бұл туралы білесіз бе? Бүгінге осы.
қазақ YouTube арнасын әрқашан қолдай жүрейік. Сау болыңыздар.